біздің қазақтың ұлттық ойынның бірі өгіз тарту. Өгіз тарту ойынның адамдардың күшін, күш-қуатын, ерлігін сынау үшін ойналған ойын. Бүгін біз сендермен ойын ойнамай тұрып, теледидарда көңілімізді бөлеміз. Өгіз тарту қазақтың ұлттық күш сынасу ойыны. Ойынға 2 бала қатысады. Балалар арқаларын түйістіріп тұрады. Беттерін немесе арқаларына байланған арқан арқылы қарама-қарсы бағытта тартады. Қай бала қарсыласын өз жағына жылжытса, сол жеңімпаз болады. Балалар, көрдіңдер ме? Ойынымызды бастамас бұрын Думан Сәбитұлы сендерге қазір ойын шартын тағы да бірден түсіндіріп жібереді. Ең біріншіден, екіншіден, достық, бір-бірімізге ренжімей ойнаймыз. Я балалар? Жүріңдер, бала көрсетемін. Айбат, мына жаққа кел. Алам, мұнда кел. Жаңа көрдіңдер ғой теледидарда қалай болды? Дәл солай, мынау сызықтан бір-бірімізді тартып шығаруымыз керек. Күштерімізді сынаймыз қазір. Алам, мұнда кел. Салам бой. Міне, қазір тағы айтамын, 3-ке дейін санайым, арқаларынан тағам, сосын тартасыңдар. Түсіндіңдер ғой? Дайынсыңдар ма? Ал 1, 2, 3 тартамыз. Все, болды. Вот, молодец, Айбат. Жақсы жарайсың. Келесі жұп келдер. Бекзат, жүр ғой сен. Батырлар, мұнда кел. Түсіндер ғой ойын шарты қалай кел. Түсіндер ма? Мұнда кел. Бекзат, мұнда кел. Жақында қарағанды жақында. Қолды сал. Дайынсыңдар ғой? Ал 1, 2, 3 тартамыз. Тарт, Бекзат, тарт. Болды, тоқтаңдар. Тоқта, Бекзат. Болды, Бекзат, тоқта. Келесі кел. Бақытжан. Достық женетіне келді. Сала ғой, Бақытжан. Алижанында келді. Тұра ғой, Бақытжан. Түсіндер ғой, насылықтан тартып шығарамыз. Күштерін салып тартыңдар. Ал, 1, 2, 3 тартамыз. Бақытжан, тарт, Бақытжан. Ойда, Бақытжан, тарт, Бақытжан. Тарт, бол, жақсы жарайсың, Бақытжан. Балалар, бәрекелді. Кел, Бақытжан, орнына тұрам. Балалар, достық жеңді.